Абай Құнанбайұлы 22 қара сөзі. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлейін деп ойладым. Байды қадірлеймін десең, бай жоқ. Бай болса өз басының, өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп 100 кісіге қорғаулықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынып бердім деп. Ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайырда емес, мырзалықта емес. Өз елімен, өз жермен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, істеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кейбіреуі көніне кіріп, кейізді тұзға малшып, тыққан соң есі шығып, мырза болып еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны сылайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты. Жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есі кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есі кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Ғарып қасар бейшараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп, ілгерлікте жайы бар. Енді қалды қу мен сұм, олар өзі де қуратпай, суалтпай, тыныштық көрер емес. Жә, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс. Билер былай тұра тұрсын. Әлбетте амал жоқ. Момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп бергенімен жаға алмай, жарымын беріп, жарымын тыныштықпен баға алмай, ұры, залым, қуларға жіміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң. Һәм соны тілеуін тілемесе болмайды. Сонан басқаны мен таба алмадым.